Құтырған қатынның тірлігі. Қоғам белсендісі Мөлдір Мұханова жайлы. Қоғам белсендісі Бекболат Қаржан Әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың әйелі жайлы өз пікірін білдірді. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Ол жарық көрген жазбасында бірнеше мәселені атап өтті. Белсенді ең алдымен Тұрсынбектің бұрынғы жұбайының әлеуметтік жағдайы жайлы. Тұрсынбектің бәйбішесінің жағдайы комфорт. Миллионер сіңір Сәбит досымды 10 орайды. Мені 30 орайды. Тұрсынбек барлық жағдайын жасаған, деп бастайды. Одан кейін белсенді сөзін күшейтіп, қазіргі әрекеттерін сынайды. Түк жасамай, бала шағаларын қараусыз тастап кетсе, мынау қатын қазақияны төңкерер еді. Мұныкі тойып секірген, кешегі Бақыт Беделхан айтқан, құтырған қатынның тірлігі, дейді ол. Бекболат Қаржанның айтуынша, бұл жағдай жеке өмірге, шамадан тыс араласудан туған болуы мүмкін. Бұл әйел Тұрсынбектің жеке ісіне әбден араласып, басына бостандық бермей, өзі де Тұрсынбекке жармасып, таланты болмаса да өнерге араласып, жеке карьерасына зиян келтіріп, әбден мезі қылған, деп жазады ол. Ол сондай-ақ продюсердің соңғы киносына қатысты пікір білдіргендерге тоқталып өтті. Кешегі киносына барғандар текке уақыты кеткенін айтуда, деп келтіреді. Белсенді Тұрсынбек Қабатовтың отбасынан кетуі туралы болжамдарға да тоқталып, өзінің көзқарасын ашық жеткізді. Әйтпесе ақыл есі сау, ағыл тегіл ақша тауып, елді күлкіге қарық қылған жігіттің бұлай кетуі мүмкін емес. Жақсы әйелден ер адам ешқашан кетпейді, дейді ол. Бұған қоса ол қоғамда тараған кейбір сөздердің жалған екенін атап өтті. Оның үстіне бала шағаларын тастамай, барынша көмек беріп тұрады екен. Тұрсынбек бала шағаларын тастап кетті деген жалған сөз. Жала, деп жазады. Ер азаматтарға қоғамдағы қысым жөнінде де өз пікірін білдірген. Ер адамдарды жерге тығуға келгенде алдына жан салмай, бәйге алуды тоқтатар түрі жоқ. Кәдімгі үлкен соғыс. Тұрсынбек жайында жазсам, көптеген ер азаматтар айта алмайды, намыстанады деп жатыр, дейді ол. Бұл жерде ерлердің үнсіздігін түсіндіріп өтеді. Рас, ер азаматтар айтпады, Тұрсынбек те айтпайды. Ер азаматтарды жүндей тұтып, түкке алғысыз ету үрдіске айналды. Осы жаппай тұтып жеуден соң, ер азаматтар қайдан оңсын, деп атап өтеді. Белсенді соңында өз ойын түйіндеп, ал ер азаматтар айта алмай отырғанды мен айттым. Түтіңдер, кез келген нәрсенің бағасы мен құны болады. Сол құнды әбден түсірді. Ертең бір соғыс болса, осы құнсыз, бағасыз ер азаматтардың 95%-ы құтырған қатындарды қорғап соғысады. 95%-ы солар үшін өледі. Артық кетудің де соңы апатқа апарады. Әр нәрсенің орны бар, деп жазды әлеуметтік парақшасында. Бірден айтайын, қоғам белсендісінің сөзімен толықтай келсем деп айта алмаймын, себебі белсендінің пікірінде өте ауыр, әйелдерді қорлайтын, эмоцияға толы сөздер көп екен. Тұрсынбек пен Мөлдірдің мәселесі онсыз да қоғамды екіге бөліп тұрған кезде осындай өктем, бір жақты айыптауға құрылған пікірлер жағдайды одан сайын ушықтырып жіберуі мүмкін. Әсіресе құтырған, төңкерер еді сияқты сөздер жеке адамға емес, жалпы әйелдер қауымына бағытталғандай. Қоғамдық диалог дәл осындай ренішке, кемсітушілікке емес, сабыр мен салиқалы талқылауға мұқтаж екенін тағы бір рет көрсетіп отыр. Өз басым мұндай жағдайда екі тараптың да уәжіне сабырмен қараған дұрыс деп ойлаймын. Себебі сырттан көрінген оқиға мұзтаудың тек ұшы ғана. Бұл жерде отбасы, бала шаға және де жеке трагедиялар тұр. Сол себепті бір тарапты ақтап, екіншісін айыптау да дұрыс жол емес деп санаймын. Кез келген жанұялық дауда эмоцияны қоздырып, бір-біріне қарсы айдап салатын пікірлер қоғамға пайда әкелмейді деп ойлаймын. Қайта ушықтыруы мүмкін. Сондықтан дәл осындай қоғамдық талқыларда адамгершілікті жоғалтпай, әр сөздің салмағын ескеріп сөйлеген маңызды.